келесі қадамда мен браузердің дәл ортасына қап-қара төртбұрышты қылып div қойып қойғым келеді. Div қойғандағы мақсатым жалпы Windows'тағы командная строка терминал сияқты қойғым келеді. Мысалы Windows R-ді басып 7 дейді басайын. Міне аха, осы сияқты қойғым келеді. Жақсы. Кеттік. Ол үшін мен істеймін. Мына жерден div жариялаймын. Div жариялаймын. Соны әзірге ортасын console деп жазу қойып қоя салайын. Кейін мына жазу өзгереді. Ішіндегі контент. Браузерде қайттан қарай. Жаңарта console деген жазу тұр, бірақ ол шетте тұр. Енді оған біріншіден width пен height беру керек. Ол үшін мен әуелі черновик ретінде DevTools-та ойнай тұрам. Так, мен әрдайым осындай жұмыстар жүргізіп жатқан кезде div-тің шекараларын көріп тұрғым келеді. Сол үшін мен бірден border деймді, 1 пиксель solid black дейм. Сөйтемде қарайым. Аха, мына div менде осындай жерді алып тұр екен. Енді осыны ары қарай жалғастырам. Аламда мысалға width қанша дейм? 500 пиксель дейін. Сосын height қанша дейм? 400 пиксель деп айтайын. Жақсы. Менің div мынандай орын алып тұр. Енді оны центрге қою керек. Центрге горизонталь бойынша да, вертикаль бойынша да центрге қою керек. Ол үшін не істеймін? Ең бірінші body'ді қарайым. Енді қараңыздар. Body'ді мына background color бүкіл жерді алып тұрған менде body'дің өзінің нақты денесі немес. Бүкіл экранды алып тұрған жоқ, биіктігін. Көрдіңіздер ме? Мышканы жақындатқан кезде қай жер көк жанады. Міне осы body'дің орын алып тұрған жері. Енді body'дің биіктігін береміз бірінші. Body'дің биіктігін height деймізді. Енді девайсқа қарап анықтау үшін 100 VH десек болады. Viewport height. Енді қайттан қараймыз. Міне бүкіл экранды алып тұр, бүкіл экранды алып тұр. Сосын мұқият қарасаңыздар, сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Мына шет жағында бір бос кеңістік бар екенін көріп тұрсыздар ма? Тура мына консоль деген төртбұрыштың бұрышын қараңыздаршы. Міне сол жағында, төбесінде және оң жақта кішкене не бар? Артық орын бар. Оны қайдан байқауға болады? Міне скролл пайда болды. Скролл пайда болды. Ол не деген сөз? Мына жерде мен 100 VH дедім. Ол viewport'ың height ғой. То есть менің браузерім мен body'дің биіктігі ровно бірдей болу керек еді. Бірақ оған тағы бірдеңе қосылып кетті да, асып кетті 100%-тен. Сол себепті мына жерде скролл пайда болды. Енді мына жерде қарасақ, styles'тың ішінде body'ді стандартный margin 8 пиксель деп тұр екен. Сол үшін де кез келген ондай веб-разработканы басып атқанда, былай бәрін жақсы контролировать етіп отыру үшін бірден body'ді margin 0 деп белгілеп алады бүйтіп. Margin 0 деп. Вот, енді қарасаңыздар, скролл жоқ болып кетті. Скролл жоқ болып кетті, сөйтіп биіктігіміз 100%-пен сай болды. И ары қарай жұмысымызды жалғастыра берсек болады. Нәуір жазуынан да қарасаңыз болады. User again style sheet деген ол браузердің өзінің стандартын беріп тұрған стильдер ғой. Не үшін 8 пиксель стандартын берген білмедім. Жақсы, кеттік. Так, енді мына жерде display flex дейміз. Display flex дейміз. Сөйтемізді келесі ол justify content center дейміз. Бұл бізге нені береді? Бұл бізге береді, мына біздің console деген div-іміз бар емес па? Ол body'дің баласы ғой, былайынша айтқанда. Соның child элементі. Child элементтерді justify content ортаға жинақтайды. Ортаға жинақтап береді. Енді горизонталь бойынша. Ал енді бізге вертикаль бойынша да ортаға келтіру керек. Оны қалай жасаймыз? Оған арнайы align items деген бар. Сонда центр дейміз. Бітті. Енді біз бастапқы мақсатымызға жеттік. Ең бірінші біз div құрдық, консоль деген. Оны ортаға келдік. Енді фонын қап-қара қылсақ болады. Так. Мынаның background-ын алайын. Сөйтіп black дейін.
қап-қара болып шыға келді. Біздің жазуымызда қара, фонымызда қара, сөйтіп көрінбей қалды ғой. Жазуды ақ қылу керек. Ол үшін color white дейміз. Жақсы. Енді мына CSS-тердің барлығы менде Visual Studio кодта сақталмаған. Егер мен осыны обновить етсем, жоғалып кетеді. Сол үшін жоғалтпай тұрғанда бірден өзіме көшіріп алайын. Так, мынаны көшіріп алайын да Visual Studio'да мына жерге style ашайын да жазып жіберейін. Кетті. Сосын келесі не бар? Body'дікі. Body'дікінде барлығын көшіріп алайын. Көшіріп алайын да мына жерге келіп жазайын. Мә, кетті. Жақсы. Келесі сабақта енді мынаны кішкене жүндейміз. Мынаны егер осылай стильдердің барлығын тегтің ішіндегі style деген атрибутқа бере беретін болсақ, проектіміз қиындай береді, ары қарай жұмыс істеу қиындай береді, каша болып кетеді. Сол себепті келесі видеода осыны кішігірім оптимизация жасаймыз.